Көпшілік елді мекендерде су сағатпен береді. Және су құбырында судың қысымы өте төмен. Соған байланысты жер үйге арналған жер асты таза су қоймасын жасау әдісімен бөлісемін. Жер асты таза су қоймасын дөңгелек етіп жасаймыз. Себебі су қысымы қабырғаларға теңдей түседі. Және су үнемі айналып тұрады. Судың сапасы сол күйінде сақталады. Сонан соң мынау су қойманы жолға жақын жерге салу керек. Жолға не үшін жақын саламыз? Себеп, мынау су құбырында су келмей қалған жағдайда сіздер су таситын автокөлікпен толтыруларыңызға мүмкіншілік болады. Мінекей, мынау менде жер асты таза су қоймамын. Жолға ара қашықтығы 2,5 метр. Мінекей, менде су қоймаман шарбақтың арасы 1 метр, шарбағымның ені 1 метр, асфальт пен шарбақтың арасында арық бар, ол 0,5 метр. Бәрі жоғы 2,5 метр асфальтке дейін. Себебі мен мына жерде асфальт пен су қойманың арасында мінекей менде шарбақ бар. Мына Лигострадан еккеміз. Көрсете кетейін. 120 метр. Биіктігі 3 метр мінекейіңіз. Сонан соң ені 1 метр. Бұл мынау бау-бақшаға, мінекей көрсетейін. Бау-бақшаға асфальт жолдан шаң кірмесін деп әдейі фильтр есебінде қойылған. Сонан соң мынау дөңгелектерді арнайы тапсырыспен алдырдық. Сонан соң мынау жерді қазған кезде мен 2-2 қып қаздым. Тереңдігін 2 метр қып қаздым. Себебі мына 2 метр қазған себебім менің өзімнің мынау арнайы жасатылған дөңгелектерімнің бар биіктігі 2,10. Сол себептен мен 1,80 қалдырдым. Тереңдігін. Өзі 2 метр қазылды да, кейіндірек оны шығарылған топырақпен 20 сантиметр қайта толтырылды. Себебі мына дөңгелек табаны жақсы орналасу үшін. Себеп ол мынау табанын қатты жерге орналастырсаң трещина беру мүмкін, сонан соң жақсы тұрмауы мүмкін. Егерде табан жұмсақ болатын болса, мынау дөңгелек табан орнығуы да өте жоғары деңгейде болады. Сол себептен оны 20 сантиметр топырақпен толтырып кеттік қайтадан. Мына 2-2 қып қаздым. Бұл 2-2 қып қазған себебім сәл кішірек болып қапты менікі. Сіздер қазатын болсаңыздар 2,5 қып қазыңыздар. Міне мен көрсете кетейін. Мінекей, табан, 2 дөңгелек сақина және дөңгелек қақпақ. 3 жерден бір-біріне жалғасады. Сол жерді жалғасқан жерлерін мынандай кафельный клеймен сыбайсыздар. Оны мінекейіңіз мынандай шпатель аласыздар. Сосын мынандай кафельный клейді жақсылап араластырасыздар суменен. Бүртік-бүртік болып қалмау керек, тегіс араласу керек. Сонан соң мынандай бір ковыш алуларыңыз керек. Содан мына шпательмен жалғанған жерін сыбап шығасыздар. Мінекей, мені көрсете кетейін. Менде бұлай сыбалған, мені көрініп те тұр. Мінекейіңіз. Мені бұлай сыбағамыз. Мінекей, бұны сыбаған кезде өте қиын болды. Жаңа мына 2,5 метр, 2,5 қаз деп атқаным сол. Себебі бұны ішіне түскен кезде беймарал дөңгелекті айналып жүріп сыбай бересіздер. Сол себептен 2,5-нан қазу керек. Менге 2,2, тереңдігі 2 метр болды ғой. Содан тереңдігін 1,80 қып қалдырдым.
20 сантиметр бос топырақ тұр ғой. Себебі мына менің дөңгелектің табаны 15 сантиметр. Дөңгелек сақиналардың биіктігі 90 сантиметрден де мына дөңгелек сақинаның қақпағы мінекей 15 сантиметр, мына көріңіздер, қалыңдығы. Сонымен 1,80, ана 30, 2 метр 10 сантиметр. Бүкіл цилиндрдің биіктігі. Мінекей, сонымен бұл жаңағы, сонан соң мынау өзінде бәрібір бетоннан жасалынған екен, арнайы жасалғанмен де бәрібір кішкене тесіктері болады ғой. Оны мынау кафельный клеймен ішкі жағын, ішкі табанын сыва жіберу керек. Оны мынандай шпательмен сывайсыздар. Жаңа айтып кеткендей, мынандай кафельный клеймен. Міне мен сіздерге ішкі жағын көрсетіп кетейін. Ішкі жағы қалай екенін. Мінекей мынау табаны менде сывалған. Мінекей мынау қабырғалары. Мінекей бір тегіс. Міне мен қазір бұны мен істеп жатқаным күз айы, қыркүйектің ортасы. Мінекей бұны әдейі арнайы жасап жатырық. Дөңгелек цилиндр формалы су қоймасына қанша тонна су кетеді? Соны білудің ең қысқа жолын көрсетейін мен сіздерге. Мінекей мына біздің жасап жатқан цилиндр формалы су қоймамыз. Қанша су кетеді? Қанша тонна су кетеді? Мінекей біз оны былай өлшейміз. Мына жерде мінекей көріп тұрсаңыздар, міне. Мына нүктеден мына нүктеге шейін бұл H деп белгіленеді. Бұл биіктігі біздің цилиндріміздің. Сонан соң бұл мына нүктеден қабырғасына шейін бұл радиусы. Осы екеуін білетін болсақ, біз қанша куб сиятынын білеміз. Яки қанша тонна су кететін. Ол үшін ең алдымен біз мынау дөңгелектің ауданын білуіміз керек. Мінекей, оны білу үшін мына нүктеден мына нүктеге шейін диаметрін өлшейміз. Менде диаметрі 1 метр 50 сантиметр болды. Енді радиусын шығаруымыз керек. Бұны 2-ге бөлсек диаметрді, мына қақ ортасы шығады. Қақ ортасынан келесі қабырғаның бөлігіне шейін ол радиус деп аталынады. Ол 0,175 шығып тұр. Оны мінекей біз аудан шығару үшін арнайы формулаға қоямыз. Мінекей аудан тең пи. Пи дегеніміз бұл тұрақты сан 3,4. Көбейтеміз ер квадратты. Бұл радиус квадрат деген сөз. А квадратты шығару үшін, мысалы бізде квадрат 0,75 болса, өзін көбейтеміз. 0,75, 0,75. Шығады 0,5. Бұл біздің радиустың квадраты мынау. Шығып тұрғанымыз мінекейіңіз. Сонан соң біз ауданды шығару үшін мінекей. Аудан тең тұрақты сан 3,π 114 көбейтеміз радиустың квадратына 0,5-ке. Бұл дегеніңіз шығады 1,157 шығып тұр. Енді цилиндрдің көлемін шығару үшін мына формулаға қоямыз. Аудан көбейтеміз биіктікке, ашқа. Мінекейіңіз, біз білеміз, ауданның көлемі 1,157, көбейтеміз аш биіктікке 1,80-ге. Бұл дегеніңіз шығады 2,8 куб. Бұлайша айтқанда, біздің цилиндр формалы жер асты таза су қоймамыздың сыйымдылығы 2 тонна 800 литр болып есептелінеді. Бұл ең төте жолы. Мынау жер асты су қоймасының ішкі жағын мынау
кафельный клеймен клейлеп болған соң 2-3 күн тұрады. Таза кепкен соң су қойманың ішкі жағын Master Seal 525 деген компонентпен, бұл бетонман акрилдің қосындысы. Осы менен мұна ұқсаған үйәк дейтін шөткімен сыбап шығастар ішкі жағын. Міне оның өзіне қосылатын 8 литрлік мынандай пластмасса ыдыста арнайы өзінің сұйық ерітіндісі болады. Соны мынау Master Seal 525. Бұны мен ішкі жағынан көрсетейін. Мінекейіңіз мынандай ұнтақ. Осы ұнтақты бұл бетонман акрилдің қосындысы. Оны мінекей мынандай ыдыста сұйық 8 килограммдық ерітіндісі бар. Осы екеуін жақсылап сұйық қылып араластырып, мінекей мынандай шөткіменен үйәк дейтін ішін сыбап шығастар. Бір рет 2 күннен кейін таза кепкен соң екінші қайтара және сыбап шығастар. Сонан соң су қойманың іші дайын болады. Мен қазір бұны көрсетем, қалай қазір бір-бірімен араластырып жағып жатқанда көрсетем қалай болатын. Сіздер көресіздер оны. Мінекей мынандай ковышпен аламыз. Мінекей назад мінекей мынандай ыдыс алымыз. Мінекей мына ыдысқа салып жатырық. Мінекей міне осындай ерітінді сұйықты құямыз. Мен көріп жатсыздар. Мінекей мынандай ерітінді даяр болады. Мінекей көрсетейін әтейге. Мінекей осындай сұйықтық мөлшерінде бұны жақсылап миксермен араластырып аласыздар. Осындай сұйықтық болу керек. Сонан соң бұны мен қазір көрсетейін. Мінекей дәл мынандай шөткімен қабырғасына цилиндрдің, сонан соң табанына, цилиндрдің жоғарғы жағына мінекей осы шөткімен жағып шығасыздар. Сұйықтық осы деңгейде болу керек. Мінекей бұны әдейі көрсетіп жатырмын. Сонан соң кепкен соң мен сіздерге көрсететін боламын қалай екенін. Мінекей мен жағып жатырмын. Мына төменгі жағы, мен жағып жатқан жерім. Мінекейіңіз, міне былай шөткімен аласыздар. Мінекей міне осылай 1 миллиметр қалыңдықта осылай жағып шығасыздар. Мінекейіңіздер. Мінекей мен әдейі көрсетіп жатырмын. Осы деңгейде болады. Мінекейіңіз мынандай. Мінекейіңіздер. Қарасаңыздар, беймағыл болады. Мынау кафельный клей жағылған жағы, ал мынау Master Seal 525 жағылғаны. Мінекей тура осындай әкелген шөткімен осындай жылдамдықта бірге осылай жағып шығасыздар. Ал содан кейін осындай болады. Бұл 2-3 күн кебеді. Содан және тағы бір қайтара осының үстінен жағып шықсаңыздар, өте жоғары деңгейде су сақталады. Судың құрамы бұзылмайды. Мінекей Master Seal 525 құрғақ мынандай көріңіздер. Осыны мінекей мынандай сұйықтықты, өзінің сұйықтығы осымен араластырып, мынандай
үйде әктейтін щеткамен жақтым ғой. Мен өзім білмейді екен, бұны жаққан кезде, мынандай цилиндрдің ішіне түскен кезде, оның иісі өте жағымсыз, мына красканың иісінен де күштірек екен. Себебі бұл бетон акрилдің қосындысы ғой. Сонан соң сіздер сөз жоқ, мынандай респиратор киіп алыңыздар. Мінекейіңіз көрсетіп қояйын. Бұны ауызға, мұрынға киіп алмасаңыздар, басыңыз айналып құлап қалуыңыз мүмкін цилиндрдің ішінде. Сонан соң міне қолға мынандай перчатка киіңіздер. Бұл сұйықтық қолға жабысқан екен, қатып қалады екен. Өте қолдан тазарту қиын. Сол үшін мінекей мынандай киіп алсаңыздар перчатка қолдарыңызға. Ешқандай қиналмастан мынандай мас респиратор киесіздер. Соны мынандай щеткамен бағана мен көрсеттім. Өте сұйық күйінде, әктің сұйығындай сұйық қылу керек. Сөйтіп сыбап шығасыздар щеткілеп. Мінекей ішін көрсетейін сіздерге. Ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей цилиндрдің табаны, мінекей цилиндрдің қабырғалары қалай болып тұр. Мұны көріңіздер. Иістеген мұрынды жарады. Өте күшті иісі. Сол үшін сөз жоқ, респиратор киіп алу керек. Мынау үйге кіріп жатқан жері. Бұл шамамен 50 сантиметр тереңдікте жатыр. Міне бетонның арасына стекловатаман орап, сыртын клеенкамен орап, мінекей жіппен орадық. Синтетикалық жіппен. Мінекей барлық жоғы мінекей 15 метр. 15 метрде үйге кіріп жатыр. Бізде изгородымыз. Мінекей бұлай 50 метр көріп жатсыздар. Ол изгородтың астында бетон фундамент бар. Ол сол бетон фундаменттің астын тесіп, мінекей біз кіргіздік. Міне бетон фундаментінің астын кіргізіп жатырық. Мінекей бұның бәрі осылай. Бұл жағы 40 сантиметр. 40 сантиметр болған соң, негізі норматив болсынша 70 сантиметр қазылу керек. Біз 70 сантиметр қазбадық, себебі жер өте қатты болды. Содан біз 40 сантиметр қазып, стекловатаман орап, сыртын клеенка орап, синтетикалық жіппен орап. Мінекей, ал үйге кіретін бөлігі, мінекейіңіз 50 сантиметр тереңдікте жатыр. Ал оны біз мынандай турбоман, армированный волоконное стекло. Мінекей осындай 20-лық турбоман. Мінекей жазуын көрсетейін. Мінекей Қазақстанда шыққан Жако армированный стекловолокном дейді. Мінекей 20-лық. Осы турбада біз кіргіздік. Осындай 4 метрлік турбаларды жалғадық. 4-еуін. Мінекей үй жақтан келе жатқан су құбыры. Мінекей біз асфальт жақтан келді. Мұнда кіргіздік жаңағы живой изгородтың астыңғы бөлігінен. Оны стекловатаман орап, қалыңдатып. Мына 20-лық турба ғой. Оны мінекейіңіздер сыртынан клеенкамен қаптап шықтық, су кірмесін деп. Сонан кейін мінекей жер асты су қоймасына. Мінекей бұның 50 сантиметр тереңдігі. Бұның бәрін біз қазір әдейі көрсетіп жатыр. Мұнан қаптаймыз қазір. Стекловата, сыртынан клеенкамен қаптаймыз. Сонан соң көме бастаймыз оны топырақпенен. Мінекей мынау үй жақтан келгені былай кіреді. Сонан кейін жер астымен су құбыры келіп, бұл жерде 1 сағат ағады ғой су. Сол себепті мінекей мынау 1 сағат алатын суымыз мына су құбырынан. Мінекейіңіз. Бұл міне жерде бір крайник қойылған. Содан кейін жер астында тағы бір крайник қойылған.
Солай барады да, мінекейіңіз. Ол неге кіреді? Жер асты су қоймасына кіреді. Қазір су қойманың ішін көрсетейін. Мінекейіңіз. Міне бір кіргені, су құбырынан кірген бас жағына мінекейіңіз поплавок қойылады. Міне поплавок қойғанбыз. Одан соң міне үйге баратын тұрбада мінекейіңіз. Мына тұрба ең төменгі жағында мінекей обратный клапан қойылған. Көрдіңіздер ғой, обратный клапан қойылған. Ал мынау несі? Жаңағы 2 метр тереңдігі. Мінекейіңіз мынау абыр. Мұнда біз крайникті ашып қоямыз, су беймарал аға береді. Су толған кезде мынау поплавок тоқтайды су. Мінекей поплавоктың жанынан көрсетейін. Осылай. Мынау поплавокты футбон орау керек. Себебі жерден тамшыламау үшін. Тек поплавок көтерілген кезде, мысалы мінекей су бұлай көтерілген кезде міне осылай тұрады. Міне. Ал су түскен кезде мінекей бүйтіп түсіп қалады. Көрдіңіздер ғой? Вот анау аппаратный клапан. Міне бұл ішкі бөлігі жер асты су қоймамыздың. Ал сыртқы бөлігі мінекейіңіз. Сыртқы бөлігі міне жерде бұлай көрсетуге болады. Бұның сақинаның қалыңдығы мынау 15 сантиметрдей ғой. Мінекейіңіз. Бұлай тағы бір көрсетіп шығайын сіздерге. Мынау үй жақтан келген қапталғаны. Қазір қаптап болған соң және түсіреміз. Ал мынау су құбырының өзі. Мінекейіңіз. Осылай. Бұған дейін біз жер асты су қоймасын дайындамай тұрған кезімізде біз мынандай су құятын ыдыстарда сақтайтын едік. Суды мынау 85 литрлігі бар, 100 литрлігі бар, 200 литрлігі бар. Осылай 1 сағат көлемінде су алып тұрушы едік. Енді біз сол су сақтауды жер астына қалдырып жатырық. Себебі мынау жер асты су қоймасында су бұзылмайды, дұрыс сақталады. Әлі осылай кіргіземіз мінекейіңіз. Мінекей біздің жер асты су қоймамыздың ішкі жағы. Осы биіктігі 1,80. Ал мынау біздің поплавогымыз. Күнделікті су құбырынан уақытылы келетін суымыз осы құбырмен келеді, су құбырынан. Оның басына мынандай поплавок қойғанбыз. Су толған кезде мінекей поплавок көтеріледі. Клапанды жауып қалады. Соның су ақпайды мінекейіңіз. Міне. Бұлай су азайған кезде түседі өзі. Ал мынау біздің су ағатын бөлігі. Ал мына жерді фуммен орауымыз керек. Орамасақ су тамшылауы мүмкін. Ал мынауымыз келесі су құбыры. Ол жаңағы үйге баратын су құбырымыз. Биіктігі 1,80. Мінекейіңіз көрсетейін. Ең төменгі бөлігіне мінекейіңіз не қойылады? Обратный клапан қойылады. Обратный клапан мінекейіңіз. Міне. Шамамен 3-4 сантиметр. Цилиндрдің түгіне жетпейді. Себеп төменгі бөліктегі қоқымдар моторға бармау үшін сумен араласып. Міне осылай істейміз. Міне барлығы міне әдейі сіздерге дұрыс болсын деп міне көрсетіп жатыр мінекей. Бұлай көтеріп кете береміз. Мінекейіңіз. Ал мына жерді мінекей біз бұны шпательдік кафельный клеймен шпательмен жауып шығамыз. Сонан соң оның сыртын мастер сил 525 пен қайтадан шөткілеп шығамыз. Ал мастер 5 сил дегеніміз мінекей мынандай пайда болады. Онымен жаққан кезімізде шөткімен, активін шөткімен көрдіңіздер ме? Міне осындай резина ұқсаған қабат пайда бола бастайды. Бұл біз мына жерде бұрман қазған кезімізде осы жер алынып түсірілді. Ал келесін біз өте ұқыпты қылып қаздық та, бұл жер ойылған жоқ. Тек мына жер ойылған. Бұл жерде міне көрініп тұр. Мына біздің көрдіңіздер ме? Резина ұқсағандай қабық. Резина емес, шамамен қайрап құсап тұрады.
бетон мен акрилдің қосындысы ғой. Ал осылай пайда болады. Бұны біз қазір бәрін обработка жасап бекітеміз. Шамамен бітті бұл цилиндріміз. Мінекейіңіз. Цилиндрдің ішкі бөлігі, мынау төменгі бөлігі. Мінекей біз стекловата құрап шықтық. Міне бағанағы біз тек үйден келе жатқан су құбырын ғана ораған едік қой. Енді қазіргі міне толықтай орап шықтық. Міне осылай қалыңырақ қып ораймыз. Бұның өзі де 50 сантиметр. Дегенмен міне кіре берісі. Ал мынау су құбыры мінекейіңіз. Бұл мынау үй жақтан келген. 50 сантиметр тереңдікте, сонда да толыққанды сенімді болу үшін міне стекловата кленкамен орап шықтық. Мінекейіңіз. Мынау су құбырымыз. Ал мынау мотордан шыққан құбырымыз, үйге баратын. Осылай жасаймыз. Ал мынау жаңа біздің өзіміздің поплавок, анау обратный клапан, мінекей осындай биіктікте мінекей көрініп тұр. Бүгін біз жерасты таза су қоймасын бітірдік. Жерасты таза су қоймасы не үшін жасадық? Bunu жасаған себебіміз мінекей орталықтан келетін су құбыры. Бұның судың қысымы өте төмен. Мен қазір әдейі ашып қойдым. Міне ашып көрсетейін. Мінекейіңіз. Мінекей судың қысымы қандай. Үйге жетпейді. Жеткен күннің өзінде де жоғары көтерілмейді. Қысым өте төмен. Күніне 1 сағат беріледі бұл судың өзі. Сонан соң үйде тұрған біздің кір жуатын машиналарымыз, душевой, раковина, посуда жуатын бір құрылғы жұмыс жасамайды ғой. Сол себептен мына біз жерасты су қоймасын жасадық. Мінекей мына кран әрдайы ашық тұр, жерасты су қоймасына баратын. Оны біз жаппаймыз. Мінекей мынау орталықтан келетін су құбыры, біз ашып жауа береміз бұны. Мінекейіңіз. Суды жаптым, су тоқтады. Судың қысымын көрдіңіздер ғой, қандай деңгейде екен. Сол себептен міне біз жерасты су қоймасын жасадық. Су қойманың тереңдігі 2 метр. Бетінің диаметрі 1,5 метр. 2 тонна 800 литр су кетеді. Мінекей ашып көрсетейін мен сіздерге. Мінекей қақпағы алюминийден жасалған, судың құрамы бұзылмау үшін. Мінекей поплавок тұр. Судың деңгейі төмендесе, су ағады, деңгейі көтерілген кезде тоқтайды. Содан соң мына обратный клапан қойылған. Вакуум насостың өзінде заводской обратный клапан бар. И мында біз сеткалы обратный клапан қойғанбыз. Сол обратный клапан істен шыққан жағдайда, я болмаса тексеру керек болатын болса, мінекей біз мында американқа қойып кеттік. Американқаны ашып, беймарал алмастыруға болады обратный клапан. Содан соң мына жерге кран қойып кеттік. Ол моторда мен алдында айттым, бронзовый пробка тұр, және обратный клапан тұр пластмаста. Сол жерден іске қосқан кезде, алғашқы рет іске қосқан кезде, мынау вакуум насоспен жерасты су қоймасының ара қашықтығы 25 метр. Сол ара қашықтықта су толып тұру керек әр уақытта. Содан кейін біз жаңа вакуум насостан суды жіберген кезімізде, мына кранды ашып қойсаңыздар, ол жерден су шығады. Ал су шықты деген сөз, құбырдың ішінде су тола деген сөз. Содан соң бұны жауып қоясыздар. Содан соң бұл 20-лық турба армированный стекловолокном. Себебі осындай турба жасағандарыңыз дұрыс. Мен алдыңғы видеоларда көрсеттім, бұларды қалай қаптадық, қандай тереңдікке тастадық. Оның бәрі айтылды. Мінекей мына суымыз, мінекей тап-таза. Ешқандай бұның ішінде судың бұзылуы мүмкін емес. Судың дәмі де өзгермейді. Себебі пластмасс ыдыстарда сақтайтын болсаңыздар, мынау қазір мемлекет шығарып жатыр ғой. Үлкен 2 тонна, 3 тонна, 4 тонналық пластмасс ыдыстар. Онда ол судың құрамы бұзылып кетеді ғой пластмастың ішінде. А мынау кәдімгі бетонның ішінде. Оның өзінде айта кеттім, ішін өңдеген кезімізде қабырғаларын Мастер Сил 525
бен өңдеп шықтық. Мінекей мына әдейіге жерасты су қоймасының сыртқы қабатын көрдіңіздер ғой. Міне сол Мастерсил 525 деген емен өңдедік. Бұл ешқашан бұзылмайды. Егерде тағы да бір білмей қалған жерлеріңіз болса, менің каналыма кіріп, комментарияға жазып кетсеңіздер, мен сіздерге әрқашан көмектесуге даярмын. Қандай мотор таңдау керек, қандай турба таңдау керек, жерасты су қоймасын қалай жасау керек, құрылғыларды қалай қосу керек сұрасаңыздар, мен барлығын айтамын. Сіздерге айтып түсіндіруге әрқашан дайынмын. Мінекей осылай біз жасадық жерасты су қоймасын. Вакуумный насосты үйдің ішіне орнатамыз. Күнделікті көз алдымызда болады. Вакуумный насос жұмыс жасаған кезде қозғалып кетпеу үшін еденге қатырамыз. Мінекей мына бізде вакуумный насосты бронзовый пробкасы, сол жерден су құямыз. Ал мына тұрған пластмассовый пробка, бұл обратный клапан вакуумный насостың өзінде. Біреуі вакуумный насоста тұрады, біреуі жерасты қоймасының ішінде обратный клапан тұрады. Екі обратный клапан болады. Сонан соң кейде вакуумный насос өшпей қалады, суды жапсақта. Сол кезде вакуумный насосты 220-дан ажыратасыздар. Вакуумный насос тоқтайды. 10-15 минут күтіп тұрып, вакуумный насосты қайта қосасыздар. Вакуумный насос тоқтайды. Кейде су құбыры жарылады, я болмаса смесителістен шығады. Сол кезде вакуумный насос қосылып қалады. Оны да вакуумный насосты 220-дан ажыратасыздар. Вакуумный насос тоқтайды. Ақауды кетіріп болғансын, қайта қоссаңыздар 220-ға вакуумный насосты, жұмысын ары қарай жалғастыра береді. Мен сіздерге қазір судың қысымын көрсетемін. Қай деңгейде екенін. Мінекейіңіз. Қосамын. Мінекей, суды өшірдім, вакуумный насосты өшті. Ал бірақ газ колонкадағы желдеткіш суытып жатыр. Қазір бұл да өшеді. Сонан соң тағы бір айта кететін жайт, мынау вакуумный насос таңдаған кезімізде вакуумный насос қуаты 750 ваттан кем болмау керек. Мінекей, газ колонкадағы желдеткішті өшті. Егер 750 ватт болатын болса, вакуумный насостарыңыз мынау судың қысымы түспейді. Сонан соң бір мезетте 4-5 нүкте қоса аласыздар. Егер де 750 ваттан кем болатын болса, бәрі жоғы 1 нүкте, 2 нүкте қосасыздар. Судың қысымы төмендеп кетеді. Ал мына жағдайда 750 ватт болатын болса, онда ол судың қысымы төмендемейді. Сол қалпында сақталады. Ал егерде осы видеороликтің пайдасы сіздерге тисе, өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге.